пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір сахабасын жаңа жорыққа жібереді, уже қолбасшы қылып. Анау жаңағы енді ол кезде әмір болып барған адам имамдыққа шығатын болған. Пайғамбар саллаллаху кімді әмір қылып жібереді, ол кеше исламды қабылдаған болса да ол не істейді? Намазға шығатын болған. Абу Бәкір, Омарлар артында тұратын болған. Сол кісі намазға шығады да Ықылас сүресін оқи береді ғой. Барғанша Ықылас сүресін оқиды, қайтқанша Ықылас сүресін оқиды, соғыста да Ықылас сүресін оқиды. Сонымен сахабалар деген пайғамбар саллаллаху білесіз ғой, сахабалардың ішінде кілең жақ от алатындар бар. Алланың елшісі, мынау вообще сүре білмей ма дейді ғой. Ықыластан басқа. Барғанша Ықылас, қайтқанша Ықылас, тағы да Ықылас. Сонда пайғамбар саллаллаху біз сияқты емес қой. Біреуін тыңдап шешім шығара салмайды да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Біз ғой бір жақ тыңдайсың да, ол дұрыс айтасың, оңбаған ғой деп, ананы тыңдамайсың, екінші жақты. Мынаны тыңдайсың да болды, мына жаққа шешім шығарасың. Сөйтіп келсең, мынау әңгіме айтып тұр, мынанікі дұрыс емес сияқты да. Сосын мынаны жынды қыласың жаңағы. Өзің күшті, қалғаның бәрі жынды. Сонымен не керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи керемет сипаттарынан бұл бәрімізге керек. Екі тарапты тыңдау керек, шешім шығармайды. Тоқтай тұр дейді сахабаларға. Біліп алайық та, оны неге Ықылас сүресін шақыртты, ана сахабаны келді. Сөйтті дейді, неге Ықылас сүресін оқи бердің қайта-қайта деді. Сонда жан сахаба айтты, Алланың елшісі деді, мен бұл сүрені өте қатты жақсы көрем дейді. Бұл сүрені өте қатты жақсы көрем дегені не дегені? Мен Алланы пәктегенді жақсы көрем деп жатыр. Көрдіңіз ба? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, осы сүрені жақсы көретіндігің сені жәннатқа жетектеп алып кіреді деді. Алланы пәктеуің деді. Көрдіңіз ба? Ақиданы. Алланы пәктеуің сені жәннатқа. Сау ақида адам жәннатқа апарады. Иншалла, амалдар бұзық болса да. Амалдарың ұрттыра берсін. Қысқартатын жердің бәрін қысқартып, жіберетін жердің бәрін жібере бер. Бірақ сенім дұрыс болмаса, амалдар не болады? Зая кетіп қалуы ықтимал болады.